баланстың тепе-теңдігін сақтайды. Ол тепе-теңдік сақталып тұрған жерде тіптен онкологиялық жасушалар оянбайды. Ағза қышқылданып кеткен сайын воспалительный процесстер, қабыну процесстері тез болады. Сол тепе-теңдік тамаша. Неге? Өйткені бұлар оттегін беріп отырады. Біздің жасушаларымызға оттегі жетіспейді. Біз өзіміз, мысалы, осы өмірде оттегімен тыныс аламыз ба? Біздің жасушаларымыз да бізді сумен, тағаммен, тіптен терідегі әрбір тіндерменен оттегімен демалғысы келеді. Сол оттегіні қанның құрамымен жеткізеді бұлар. Жасушалық деңгейде енгізеді. Сол кезде барып ағза жасуша не істейді? Қышқылды сілтілі баланстарын бәрін ыдыратады, воспалительный процестермен күресе бастайды, уже белсенді күреседі. И сіздің әрбір органдарыңыз да жасуша жаңарады ғой. Жасарып жаңарғаннан кейін өліп, бүйтіп әлсіреп қалмайды жасушалар. Наоборот, олар тіріле бастайды, жасара бастайды, жаңара бастайды. Сол жасушалардан тұрған ағзалардың барлығы процесті өздері жүргізеді.